сіздер мобильді қосымшаны қосқанда бастапқы осы бет болады. Осы бастапқы бетте ыстық деген не болды, спот таңдалып тұрса, спот бөлімінде мынау BTC USDT ашамыз. Төменгі жақта егер осылай сізде график ашылса, оң жақта мынау жоғары жақта тапсырыстар кітабіне ауысасыздар. Содан кейін мына жерде сол жақта мына ордерлер деген менде біреуі тұр. Алдында менде екі ордер болған, біреуі орындалды, сатып алынды, екіншісі тағы мынау үшінші басқа ордер қойған. Осы жерден енді біз егер сіздер алдында сатып алуға ордерлер қойған болсаңыз, және осы жерден ол кетіп қалған болса, оны орындалу тарихын көру үшін ортада оң жақта мына кітапшаның суретін басасыз. Содан кейін мына ордер тарихы деген бар. Осы жерден көруге болады. Ең бірінші мен сатып алыппын 75.671-ден 7.171 деп тұр, 7.100 сатош. Содан кейін сатып алғам 75.072-ден 7.400 сатош. Сатош дегеніміз ол биткоиннің кіші бірлігі. Бір биткоинда 100 миллион сатоши бар. Енді сонан кейін мынау екінші 75.072-ден алғанымда 75.612-ден сатыппын. Енді менде сатылмаған мынау қалды 75.671. Мына жерде ордерлер тарихынан егер сату керек болса, былай істейміз. Жоғары жақта мына жерде қарасаңыз, екі бөлім бар: сатып алу және сату. Сату бөліміне өтесіз. Мен сатайын деп жатқан ол 75.671-ден сатып алынды. Шамамен енді 700 қоссам 76.380-нен сатсам болады. Солай сатқым келсе, мені сату бөліміне барамын. 76.380-нен 381-ден сатқым келеді. Мына жерде жаңа сатош саны, мына жерде жоғарыда қарасаңыз, мына жерде тұр: қолжетімді. Сол осыны мына жерге теріп жазуға болады. Немесе егер осының бәрін сатқыңыз келсе, мына дөңгелекті оңға соңына дейін тартасыз. Содан кейін мені сату деген батырманы басасыз. Сұрайды, сату керек пе? Иә дейсіз. Міне бізде сатуға ордер қойылды. Енді мен $10 аса сауда жасап қойдым. Менде тапсырма, былайша айтқанда, орындалды 3 тапсырмада. Тапсырмалардың орындалды ма жоқ па оны көру үшін бастапқы бетте жоғары жақта мына сыйлықтың суреті тұр. Осыған бассаңыз болады. Осы жерде міне бірінші барлығы дейді. Осы жерден тапсырма дегенді таңдау керек. Тапсырма дегенді таңдасақ, мына жерде қарасаңыз, мына жерде тапсырма мына уақытқа дейін аяқтау керек деп. Оның астында тек мына бір тапсырма тұр. Бұл жерде сауда көлемі 40 USDT алу үшін сауда көлемі $30,000-дан асу керек. Бұл бізге керек емес. Бізге орындалу қажет мына жоғары тұрған үшеуі етін. Бірінші мынау жеке басын верификациялау. Бұдан өттік, мына астыңда жағында жасылмен аяқталды деп тұр. Сонан кейінгісі мына депозитті $100-дан аса толтыруымыз керек. Бұл жерде де біз тапсырдық. 106 деп тұр. Қажеті 100 еді, біз 106-ға толтырдық. Сонан кейін үшінші тапсырма мынау $10-ға тең немесе одан үлкен көлемде сауда жасау керек еді. Оны да жасадық. Астың жағында жасылмен жазып тұр: ілгерілеу 10.92, қиғаш сызық 10. Қажет 10 еді, ал біз 10.92-ге жасадық. Сонда қысқаша айтқанда мына 3 тапсырманың үшеуі де орындалды. Енді мына астында күтілуде дейді. Шамамен кейде 3 күн, 4 күн, кейде 1 апта күту керек. Сол мына жерде дайын болды деген кезде сияқы деген үстінде, тапсырмадан кейін сияқылар деген бар.
осы жерде біздің сыйақымыз пайда болу керек. Бізге қажетті мынау негізі үшіншісі, мына берілетін 20 USDT-лер, олар көбінесе басып көрсек болады. Не сыйлық беріледі? Комиссия үнемдегіш. Яғни сауда жасаған кезіңізде сол саудаға жаратылатын комиссияны азайту үшін қажет. Бұл бізге аса қажет емес. Мына екіншісі де сондай, жаңа сауда жасау кезінде. Ал ең соңғы мына үшіншіні басқан кезде осы жерде таңдауға сізге мынандай 3 таңдау береді. Осының ішінде мына бірінші тұрған таңдау керек. $20 тұратын MNT. Астында міне airdrop деген. Дайын болған кезде соны таңдап, соны алсаңыз, сізге осы MNT криптовалютасымен $20 бағасы шамасында криптовалюта береді. Соны өзіңіз кейін сатып, USDT-ге айландырып алуыңызға болады. Келесі жолы мүмкін дайын болған кезде тағы да көрсетемін.